Негізі кәсіп бастаған жерде не дейді, фокусты бір бағытқа арнау керек. Білімді былай шашыратып емес, туннелін алу керек та. Біз үшін енді қымбат және үлкен оқудың бірі HR капитал. Біз адами капиталды оқыдық. Адам таңдау, ұжымға жаңағыдай дұрыс адамды енгізу, оларды анықтай алу, оның да воронкасын құру, сол сүзекіден өткізе алу. Неге десеңіз, енді жұмыстың барлығын жасайтын команда. Иә, менің араласуым дұрыс емес. Егер мен араласып, ана жерде мен жүретін болсам, жүйе дұрыс құрылмаған деген сөз. Бірақ ол адамдардың басымен, санасымен, олардың мәдениетімен, олардың дамуымен жұмыс жасайтын. Әлбетте мен сондықтан тоқтауыма болмайды. Мен кәсіпкер ретінде тоқтауыма рұқсатым жоқ. Екіншіден, мен тұлға ретінде тоқтамауым керек. Маған келіп жағдайын айтқан кезде мен ол жерде басшы ретінде отырмаймын, мен ол жерде әйел заты ретінде оның жағдайын түсініп, оған дұрыс кеңес бере алуым керек. Сондықтан қасыма келген, менің ұжымыма келген әріптестерім айтып отыр, менде сотрудник жоқ, менде тек команда мүшелері. Команда мүшесі болу үшін біз бір-бірімізбен ашық сөйлесе алуымыз керек, адал болуымыз керек деп.